Әселем Абильдинова, Пікір медиа. Мархабат, бірінші сұрағыңыз. Саламатсыздар. Менің сұрағым Тимур Мұратұлы сізге. Өткенде сізбен келіскен болатынбызсың. 24 жылы Ұлттық банк төрағасы сіз бастап, топ-менеджерлер және директорлер кеңесі өздеріне 1,7 миллиард теңге көлемінде премия жаздырып алған деген ақпарат шықты. Дәл сол жылы Ұлттық банк 355 миллиард теңгеге шығынға батып жатты. Осындай жағдайда, осындай миллиардтаған премия жаздырудың қажеттігі қанша болды? Бүгінгі тақырыпқа Ол тақырыпқа байланысты, асылан себебі бүгін біз халықтың әл-ауқатына қатысты мәселені көтеріп отырмыз. Тимур мырза, жауап берсеңіз. Бүгін тақырыпқа қатысты сұрақ қойсаңыздар, бұл сұрақты мен модератор ретінде алып тастаймын, келесі сұраққа көшін сұраймыз. Жауап беруге қарсысыз ба? Сізбен Мәскеуде келіскен болатынбыз. Келесі апта Ұлттық банктың жеке өзінің тағында пресс-конференциясы болады, өтініш сол аясында қосымша жасауымыз. Мен Ұлттық банк басшысы өзіне қатысты сұраққа жауап беруден бас тартты деп берем. Келесі сұраққа, басқа сұрағыңыз бар ма? Келесі сұрағым да осыған қатысты. Сұрағыңызды. Бүгін халықтың әл-ауқатына қатысты мәселе көтеріліп отыр. Яғни халық төлеп отырған салығынан үкімет мүшелерінің Ұлттық банктың алып отырған айлығын, тауып отырған табысын білуге міндетті. Сондықтан да Ұлттық банк төрағасы азаматтық танытып жауап береді деп ойлаймын. Әселім ханым, рахмет. Келесі апта айтылғандай. Мен бұл сұраққа жауап аламын ба жалпы болашақта? Алдағы уақытта келесі апта Ұлттық банктың баспасөз конференциясы болады, сол жақта сұрасаңыздар болады. Қазір бүгінгі тақырып бойынша сұрақ күтеміз сізден. Түсінікті. Болмаса соның аясында.